Ғани Бейсен. Жесірлер жолы. Бақ пен сор. 7-ші бөлім. Сол күні қатты шаршаған екенмін. Сұлық түсіп ұйықтап кетіппін. Ауылдық жерде келіндердің күні белгілі ғой. Таңмен тағы тұрасың. Өйткені ерте оянған енең мен атаң шай ішіп отырса, сенің ұйықтап жата бергенің орынсыз. Бірақ бұл мен үшін түк емес. Соңғы жылдары үйреншікті жағдайға айналған. Содан апыл-ғұпыл киініп, жуынып, шайынып, қастарына отыра кеттім. Менің атам көп сөйлейтін адам емес. Ретсіз сөйлемейді. Сырт көзге әлденеге өкпелеп томсырайып отырған адам сияқты көрінеді. О баста келін боп түскенімде, мен өзім де соған таң қалғам. Тіпті марқұм күйеуімнен мен бірдеңе дұрыс жасамай жүрмін бе? Әлде атам мені ұнатпай жүрме? Деп сұрағанда кездерім болған. Алайда менің атам мына бүгін басқаша күйде отыр. Құйып берген қоңыр шайды сіміріп қойып, әлдене айтып отыр. Сол екі баланы біздің үйге әкеліп тастаса болады ғой, дейді енеме. Құрсын, біз енді тып-тыныш жүрейікші. Өткенде сол балаларды біздің келін әкелді. Бұған әкел деп мен айтып едім. Оның соңы біраз айқай болды, өзің көрдің ғой, деген енем онысын мақұлдай қоймады. Атам сонда онан әрі сөйлеп жатты. Мен басқа нәрсе айтып отырмын. Ол келінді бірде қалада, бірде ауылда жүр ғой. Соған қарағанда істейтін нақты жұмысы жоқ сияқты. Келіннің өзі оқыған оқуы бар ма еді деп сұрады. Оның мамандығы технолог ата, деп мен сөзге араластым. Өйткені атам осы сөзді маған қарап айтты. Демек, менен жауап күтіп отыр. Ол не оқу екен? Білмеймін. Қазір түрлі мамандықтар шықты ғой. Егер жұмыссыз жүрген болса, ана келіннің дүкеніне көмектессе, ақшасын төлейді ғой. Онсыз да сол дүкенге келіп кетіп жүр. Бөтен адамдар емес қой, дейді атам. Осы кезде барып менің есіме Маржан түсті. Содан ығысып шығып телефонымды ақтардым. Әрине, мұндайда ең әуелі WhatsApp-ма қараймын ғой. Бұл сонау түннен бері жоқ. Сонау дегенім олар Алматыға жеткен кездегі уақыт. Ендеше ол қазір ұйықтап жатыр. Ал жеңешем мен ағам болса базарға кеткен шығар. Себебі Алматыны білемін. Бір жерге бару үшін 2 сағат ерте шықпасаң уақытында жете алмайсың. Алматының әйгілі кептелісі бар. Қала ғой. Мен осылай ойға батып отырғанымда атам тағы да сөз қозғады. Кемпір, ағам өткен барғанда балалар біздің үйде жүре берсін. Қалаған кезіңде келіп тұр, деп келіннің өзіне айтыпты. Сөйтсе келін, мен жұмысқа тұра алмай жүрмін. Егер жұмысқа тұрсам, көреміз депті. Сонда ағам жұмысқа тұруына өзім көмектесейін. Тым болмаса келіннің дүкеніне сатушы бол деген екен. Жаңа жылдан кейін Алматыға жұмысқа кетемін деп жүрмін депті, дейді. Міне, осыдан ақ Маржанның ойы маған айқын бола бастады. Қазірше жұлдыз жорамал сияқты көрінер. Алайда көрерсіздер, соңында тап осы мен айтқандай болады. Сол Маржаныңның қулығы деген осы. Үлкен атамызды не әрі не бері емес күйде қайтарып отыр. Себебі ақшалары бар деп айырылғысы келмейді. Бірақ оңайлықпен балаларын да бергісі келмейді. Әйтпесе, білдей бір мекемеде бас инженер адам өзім жұмысқа тұрғызамын, өзім көмектесемін деп тұрса, жан деп жүгірмей ме? Әрине жүгірмейді. Оған себеп жақында көтеріліп, қарын шығады. Ауылда жүрсе оны ешкімнен жасыра алмайды. Қалада болса, кім танып, кім біліп жатыр. Көптің бірі боп қарнын сипап жүре береді. Қысқасы, мен сол күні қанша жерден жазам деп оқталсам да, Маржанға жаза алмадым. Ыңғайсыз, құрсын, тіпті ұяттырлық қой менікі. Кеткен қатынның көтін аңдып неғып жүрмін деймін ғой, баяғы. Бірақ қазір менің жағдайым сондай. Соңына түсіп аңдымасам болмайды.
Өйткені абысыным уыс ақша ұстап жүр. Сонда да маған қыңқ демейді. Тым болмаса, келін, жерді қашан әперейін, биылдан қалмай жер алып қойсақ десе екен. Онда мен жаныма жылу болып, алаңдамай сабырға келерем. Алайда бұл қатын үндемейді. Сол жер мен үй жайлы тіпті жақ ашпайды. Әйтпесе бай екеуі қосақтасып, мына ауданға күнде барып келіп жүр. Құрғыр біздің ауылды ауданға қосқалы жердің бағасы күн сайын көтеріліп бара жатыр. Ертең бір күні жер қымбаттап кетті, ақшам жетпейді деп сөзінен секіріп кетпесіне кім кепіл? Осыны ойлағанда бір жағынан аңди жүргенім дұрыс па деп те қоя қалам. Екінші жағынан енем бар ғой, өз шешіп берер деп ойлап қоям. Қысқасы сол күні мен дүкенге тағы да бардым. Қыс айында оңай емес. Күні бойы тік аяқта жүрген соң табаныңнан суықсыз өтеді. Ал адамдардың болса қарасы үзілмейді. Бірінен соң бірі кіріп шыға береді. Бірі қарызға сұраса, екіншісі қолма-қол ақшаға алады. Ол адамды кешке дейін қатты шаршатады. Содан бір кезде ағам мен жеңешем келді. Онан менің күйеуімді шақырып, екі еркек тауар кіргізді. Сол күні кешке қарай Маржанмен сөйлесудің реті келді. Жолым болғаны шығар, ол маған өзі жаза бастады. Динаш, қашан келесің? Келемін деп едің ғой, дейді. Шай-пайымды ішіп болып барайын дедім. Әрине мен мұны әдейі жаздым. Жоқ, бүгін емес, ертең, жоқ, арғы күні келсейші деп жаздым. Қолым тисе көреміз, бүгін қолым бос еді десем, мен бүгін бір жерде жүредім, арғы күні келсең жақсы болар еді, дейді. Осы бір жерін нақтап сұрағым келген еді, бірақ сұрай алмадым. Тәптіштеп сұрай бергенім күдікті болуы мүмкін. Онымен ол айтқан күні қолым босамады, дүкенде сауда деп жүрдім. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл келді. Оны тарсылдатып, күтіп алып, ескісін шығарып салдық. Әне содан соң ғана Маржанға бардым. Екеуміз отырып біраз өсектің басына су құйдық. Сонау марқұм байларымыздан бастап қазіргі күнімізге келдік. Байға тимейсің бе деп сұрадым. Пока что ойым жоқ, дейді. Тым болмаса жүріп жүрген жігітің бар шығар деп сұрадым. Денсаулық үшін жүрген біреу бар, дейді. Сонда менің ол кім еді, ауылдікі ма деп сұрағым келген. Бірақ ауылдікі емес, сен танымайсың, қаладан деген Маржан менің алдымды орап кетті. Танымайсың деп отырса, әрі қарай сұрап не керек? Маған осы танымайсың дегеннің өз жеткілік деді. Ол өзіміздің қайнағамыз екеніне күмәнім қалмаған сияқты. Өйткені мен білетін Маржан болса, басқа жігіттің әлде қашан фотосын көрсетіп, міне мына жігіт деп мақтанып отырар еді. Тіпті әне бір жүнтестің өзін қайта-қайта айтып, кел, көрсетемін деп шақырып қоймап еді. Тап қазір танымайсың деп тығып отыр. Дегенмен алда әлі уақыт бар ғой. 3 айда туа салатын қоян емес. Бір күні болмаса бір күні өзі қайтар деп әңгімемді басқа арнаға бұрдым. Маржан, мына балаларды үлкен атаға жіберіп тұрсаң болмай ма деп сұрадым. Мамам үйде ғой, өзі қарайды, дейді. Дұрыс қой, мама қарайды, бірақ балаларды өз ағайындарынан айырып керегі жоқ ау сірә. Оның үстіне жеңешемдер қазір мықты тұрады. Олар өздері киіндіріп, өздері қарайды. Керек болса үлкен атаның табысының өзі жетіп артылады, дедім. Үлкен атамыз бір мекемеде бас инженер, табысы мықты дейтін кейіпкер. Мен осы жеңешемдер деген сөзді әдейі қостым. Мүмкін олар жайлы бірдеңе деп айтып қалама деп үміттенген едім. Тіпті айтпаса да реакциясын көрейін деп едім. Алайда, я ол кісілер мықты болып кетіпті деген Маржаным әріге аспады. Яғни
қысқа аяқтады. Осыдан соң өсегіміз өрбімей қалды. Айтқысы келмейді, оны түсіндім. Ондайды айтса болмайды ғой. Оның жұмысы мен айтқандай бала туып, қатайтып беру ғана. Әрі қарай шатағы болмау керек. Қазір бізде мұндай отбасылар жетеді. Керек десеңіз байы өз қатынын басқа еркектен, жақын досынан туғызып алғандар да бар. Иә, жоқ демеңіз. Ондай еркектер де бар. Сонда қатынның туып бергеніне не тұрады? Түк емес. Өзің бала туа алмасаң, байыңды басқа қатынға қимасаң, ең оңай жолы осы емес пе? Анам айтқандай, естімеген елде көп дегеннің осы. Қазір жын-жыпырдың бәрі жер бетінде қаңғып жүр. Бәлкім, бұл біреулердің құлағына түрпідей тиер, жағаларын ұстап азғындық деп айтар. Алайда, бұл біздің қазіргі қоғамда болып жатқан нәрселер. Тек екеу ара немесе үшеу ара әңгіме болған соң адамдар ести бермейді. Басқа түссе баспақшыл деген бар, жүре берсең көре бересің. Қысқасы, сол күні мен Маржаннан ешқандай ақпарат біле алмадым. Қайта-қайта шұқылап сұрай беруге тағы ұялдым. Танымайсың қаланыкі дегеннен түйгенім, күмәнім жоқ деп кеттім. Ал балаларды мен өзім сұрасам ғана анда-санда жіберіп тұратынын түсіндім. Басқаларға сенбеймін. Өзің алып кетіп, өзің әкелмесең дегендей қисынсыз сөз айтты. Бірақ бәрінен бұрын ақша беріп тұрса араласа берсін дегендей ойнайды. Әрине, ақша берсін деп тікелей ештен айтқан жоқ. Айтқаны, бұлардың киімі бар, тамағы бар, өзім жұмыссыз жүргенде сол жағын ойламай ма? Әй-шәй жоқ анау қақпас келіп дікеңдегенше деді. Сол келгенде үлкен атамыз қаттырақ кетіп асыра сілтеген сияқты. Бірақ ол кісі өте сауатты адам. Соттаса да алмайтынын білмей ме? Әрине біледі. Оның білмейтіні жердің астында. Білген соң ғой келіп, қоқан-лоқыға басып көргені. Басын бұғып қалса тартып алайын деген шығар. Онан қорқатын Маржан бет. Шәпкесін теріс кигізіп жіберер. Дегенмен бұл жерде бәрін ақша шешеді. Атама соны түсіндіру керек. Жарайды, Маржан, мен енді үйге қайтайын деп жинала бастадым. Бұл мені есік алдына дейін шығарып салды. Бұрынғыдай сампылдап күре жолға дейін бармады. Онысы енді күн суықтан шығар. Сонда мен, Маржан, ара-арасында өзім келіп балаларды алып кетіп тұрайын деп айтып кеттім. Айттым ғой, өзің алып кетіп, өзің әкеліп жүрсең жіберіп тұрамын деп, дейді. Маған да керек осы сөз еді. Шөп дегізіп бетінен сүйдім де үйге қайттым. Міне бұл маған Маржанмен көбірек сөйлесіп тұруға мүмкіндік берді. Бұл маған да керегі сол еді. Уыстан шығармау керек те бұл қатынды. Жеңешем уәдесін орындаған күні шаруам болмайды. Ал енді бір күні кеше ғана келген қаңтарың бітіп ақпан келді. Мойнымды қанша соссам да жеңешемнен хабар болмады. Негізі мына саудада жүргендер біледі. Қаңтар мен ақпан сауданың тұралайтын кезі. Бұл 2 айда киім кешегің мүлде өтпейді. Елде ақша болмайды. Болғандары ішім жемге ғана жұмсайды. Құлағым естіп жүрген соң жарайды деп үндемей жүрдім. Бірақ бұл қатын көз алдында өзгеріп бара жатқандай. Ең бірінші дүкенге шақырғанды қойды. Онысын бұрынғыдай саудасы жоқ қой, мына 2 айда жылда осылай болады деп түсіндірді. Оған да мақұл дедім. Сөйтіп жүргенде ақпан бітті, наурыз жетті. Жеңешемнен сонда да ешқандай сыбыс болмады. Онысына да көндім. Ал енді наурызың бітуге таяды. Мұның сорақысы сол, мен бар кезде Маржан жоламайды, жоқ кезде бас сұғады. Әйтеуір Маржан қатын маған ұстатпады. Демек, жеңешем айтып қойды. Динаш бар кезде дүкенге келме деп ескертіп қойды. Оған менің күмәнім жоқ еді. Содан бір күні ойда жоқта енем шақырып, келін, өзің барып мыналардың баласын әкеп берші деп дүңк еткізді.
түсінбей қалдым. Сонда қалай деймін? Қалай әкелемін? Кеше ғана жолама деп жүрген енем неге ауып түсті деймін? Күн жылынды ғой, енді араласса берсе болады деп Маржан келін рұқсат берді. Бірақ Динаш келсін депті дейді. Мен бармаймын деп айтып салдым. Енем сонда бір түрлі көзбен қарап қалды, өйткені түсінбей қалды. Ал енді кеп жатып алып мен ойланайын. Маржанмен кім сөйлесіп жүресі? Оны кімге айтқан деген сұрақ менде. Егер өздері сөйлесіп, өздері келісіп жүрген болса, менің не қатысым бар? Әлде Маржан мені бетке ұстаған боп, осының бәрін әдейі жасап жүрме? Себеп кімге болса да айтты ғой, баланы алып кетсін, араласа берсін деп. Соны менің өзіме неге айтпайды ол қаншық? Міне осылайша менде жауапсыз жұмбақтар көбейді. Әрі-бері жатып ойланам, бірақ миым жетпейді. Мысалға, мен дүкенде тұрғанда Маржан қаншық аяқ баспайды, жоламайды, келмейді. Ал дем алып үйде болған күні ол аяқ асты пайда болады. Келіп саудасын жасап, керек продуктасын көтеріп кетеді. Мен оны сырттан естимін. Сонда мен күйінбегенде кім күйінсін? Неге бұлар жұмбақтаған үстіне жұмбақтата береді? Жеңешемнің мұрнына менің үйімнің иісі де келмейді. Жалпы бұлар менің үйімді орнына қоюға ниетті ма, жоқ па? Құрысын. Сөйтіп жүріп наурызда бітті. Маржанның балаларын бір рет әкелдім, өйткені үлкен енем өзі келіп өтініш жасады. Соны алдын ала Маржанға жазсам, Динаш тездетіп келші, өте асығыс едім. Мені такси күтіп тұр деп жазды. Мен сонда барымды салып жетіп барсам да, Маржаным қалаға тайып тұрыпты. Ойбай, әрі кетсе 10-ақ минут өтті ғой деймін. Сонда қалай? Ол қатынның мен келгенше шыдай алмағаны ма? Құйрығын көрсетпей қашқанын қарашы. Бұ да бір күмән туғызатын нәрсе еді. Мүмкін қарнымды көріп қояды дедім екен. Қап бәлем, тоқтай тұр сен қатын. Алдап қашқанды көрсетемін саған. Кәкірі бар қатын бұл, әйтпесе неге қашады? Әбүйір болғанда екі баланы киіндіріп кетіпті. Әй жоқ, айтқандай кетті ма, әлде үйінде жасырынып қалды ма? Мына екеуінен сұрап көрейінші. Айжан, мама қайда кетті, білесің бе? Білмеймін деп қыз қиқан еткізді. Диас, сенше маманы көрдің бе? 3 жастағы бала не десін? Көзі жыпылықтап түсінбегендей қарады. Бәсе, мұның сыры түсінікті болды маған. Маржан олардың көздеріне көрінбеу керек. Олардың дегенім ата енесінің. Сол үшін балаларды саған ғана берем, саған ғана сенем деп маған алып кет деген сияқты, және де өзің әкетіп өзің әкел дейді. Типа оларға өкпелеген боп, көздеріне көрінбей жүріп босанып алу. Қысқасы бар ғой, мен есімнен ауыстым. Өйткені айналамның бәрі түсініксіз жұмбақ боп кетті. Ол аз десеңіз бір күні өзімнің енем шақырып алып, келінжан, жағдайлары болғанда берер, қазірше сұрауға ұялып отырмын деп сан соқтырды. Маған үйімді берсін, болды, басқасымен шаруам жоқ деп айтып салдым. Ойбай келін, олай деме, өз-өздеріне келіп алсыншы. Өткендегі дүкеннің ремонтының өзіне миллиондай ақша кетті деп отыр дейді. Кетсе кете берсін, оның дүкенін мен өртегенім жоқ қой апа, деп қарсы шықтым. Енем сонда кәдімгідей ойланып қалды. Әстеменен ондай жауап күтпесе керек. Өйткені осы 5 жылда мен бұлай сөз қайтарып көрмеген едім. Соған миы жетпей аңырап отырған түрі. Ашуым келсе мен қайтейін? Қалай шашадып тұрайын? Сеніп жүрген өзімнің енем де менің сыртымнан сөйлесіп, тон пішіп жүргенге ұқсап тұр. Мәймен күліп, ығына жығыла бергенше менің келінімнің үйін соғып беріңдер деп оларға неге айтпайды? Сол баяғы баласын өлтіріп алдық деп бастарын бұға береді. Бұларға бұға берсең сұға береді. Өлетіндер енді өлді. Енді елеспен емес. Тірі көзбен өмір сүру керек қой. Ол оқиға өтті кетті, 3 жылдан көп болды. Құдайдан құдіретті кім бар дейсің? Қолдарынан келсе өлігін тірілтіп алсын. Мына жерді қараңдаршы.
баланы алып кет деген маржаным ұстатпай кетті. Ол неге менен қашып жүр? Жүйкем тозып жұқарып бітті. Апа, мұнан кейін маған балаларды әкеліп бер деп айтып отырмаңыз, деп шығып кеттім. Аузын айқара ашқан енем көзі жыпылықтап қала берді. Қалса қалсын, менің сыртымнан ешкімде тон пішіп, жыртық жамамасын. Айттым, бітті. Мен мұнан әріге төзбеймін. Келсін, айтсын, менің бетіме айтсын. Сырттай сыбырласқанды көрсетем бұларға. Ей, мұрынбоқ, сенің қолыңнан не келеді? Соны айтшы, осы. Қалай сөйлейтін болғансың? Деп сірк етті күйеуім. Тап осылай сөйлеймін деп мен де шәңк еттім. Деп орнынан атып тұрды. Басымды жұлып алып бетіне бажырая қарадым. Екі көзі шарасынан шығып кетейін деп қалшылдап тұр екен. Міне кешегі бұзау бүгін бұқа болды дегенің осы. Жалпақ жұдырығымен жалп еткіземе қайтет дегенімше болмады. Мен сені әлі де сыйлайын. Екінші рет осылай сөйлеп шәңкілдегеніңді естісем, жақсылық күтпе деп есікті тарс жапты. Сонда ғана байқадым, есіктің сыртынан енем келіп, тыңдап тұр екен. Мына жағдайда кім кінәлі? Жалғасы бар. Оқыған Гауһар Пердеқұлқызы.